Hi there. Today we are going to talk about the pronouns some and any. Бүгінгі сабақта some және any белгісіздік есімдіктері туралы білетін боламыз. Let's get started. Өткен сабақтарда жекеше түрдегі саналатын зат есімдердің алдына және n белгісіздік артикльдері қойылатынын білдік. Жекеше түрдегі саналатын зат есімдерге мысал address көйлек, an orange апельсин, a table үстел және тағы да басқа. Мысалы I have a new dress. Менде жаңа көйлек бар. Ал заттың нақты саны белгісіз болғанда көпше түрдегі саналатын және саналмайтын зат есімдерге some есімдігін қолданамыз. Мысалы I have some new dresses. Менде бірнеше жаңа көйлектер бар. Бұл сөйлемде dresses көпше түрдегі саналатын зат есім, яғни plural countable noun. Some dresses деген кезде бізге нақты көйлектің саны белгісіз. Сондықтан some қолданамыз. Және some саналмайтын зат есімдермен де қолданылады. Саналмайтын зат есімдерге мысал bread, naan, rice, күріш, water, су, gold, алтын және тағы да басқа. I'm going to buy some bread. Мен нан алайын деп жатырмын. Қанша нан екені белгісіз. Демек, some және any белгісіздік есімдіктері заттың нақты саны белгісіз немесе маңызды емес болғанда қолданылады. Some және any есімдіктерінің айырмашылығы қандай? Some болымды сөйлемде қолданылады. Мысалы, I need to buy some books. Маған бірнеше кітап алу қажет. Көпше түрдегі саналатын зат есімдердің алдында some бірнеше деген ұғымды білдіреді. Ал саналмайтын зат есімдермен қолданылғанда азғана, азғантай деген ұғымды білдіреді. I've got some money. Менде азғана ақша бар. Ал any болымсыз сөйлеммен сұраулы сөйлемде қолданылады. Мысалы, there isn't any apple juice in the fridge. Тоңазытқышта ешқандай алма шырыны жоқ. Болымсыз сөйлемде any ешқандай деген мағына береді. Ал any мен сұраулы сөйлем құрап көрейік. Has he got any friends? Оның қандай да бір достары бар ма? Немесе оның достары бар ма? Көбінесе сұраулы сөйлемде any аударылмайды. Енді бұл есімдіктердің ережеге бағынбайтын жағдайларына тоқталайық. Қай кезде ережеге бағынбайды? Негізі some болымды сөйлемде қолданылады. Ал бұл жағдайларда some сұраулы сөйлемде, яғни would you like деп бір нәрсе ұсынған кезде қолданылады. Мысалы, would you like some tea? Шай ішесіз бе? Yes, please. Иә, өтінемін. Can I have деп өтініш білдіргенде, мысалы, I'm thirsty. Can I have some water, please? Мен шөлдеп тұрмын, су ішсем бола ма? Any болымды сөйлемде болымсыз мағына береді және мынадай сөздер қолданылады. Hardly, without, really, never. Мысалы, I hardly have time to read any books. Менің кітап оқуға уақытым болмайды. We went through customs at the airport without any difficulty. Біз әуежайда кеденнен еш қиындықсыз өттік. Any болымды сөйлемде саналатын жекеше түрдегі зат есімнің және саналмайтын зат есімнің алдында кез келген деген мағынаны береді. Мысалы, take any bag that you want. Қалаған кез келген сөмкеңді ал. You may come at any time. Сіз кез келген уақытта келе аласыз. Қане білімімізді тексеріп көрейік. I'm going to the post office. I need stamps. I need some stamps. Have you got brothers or sisters? Have you got any brothers or sisters?
Do you speak foreign languages? Do you speak any foreign languages? Can you lend me money? Can you lend me some money? I can do this job alone without help. I can do this job alone without any help. Okay, that's it for today. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye.